Біреу жаратқанға, біреу жолдасқа, біреу танысқа, біреу өзіне сенеді. Сөйтіп, тіршілік жолын іздейді. Біреуді басы көтереді, біреуді қалтасы көтереді, біреуді қайнатасы көтереді. Өмір сатысы деген осы. Тақта отырған ер жігіт тақырда да отыратын күн болады. Әр нәрсеге сабырлық жаса, уақыт өзі көрсетеді. Адам болған соң қиын жағдайлар табан астынан болады. Оны тағдыр дейміз. Бірақ қажып иығыңды түсірме. Әр қиын жағдайдың да сәтті уақыты келеді. Кей адам өмір бақи өзіне өзі ақылшы, сыншы болып өмір сүреді. Бірақ бұл үлкен қателік. Сыншы сыртта тұрады. Арамдық пен жауыздық болған жерге бақыт құсы қонбайды. Сондықтан еңбегіңе арың мен адалдығың сай келсін. Бақ бас таңдамайды. Дос басқа қарайды ағайын деп. Дұшпан аяққа қарайды шалайын деп. Келген досқа тар болсаң, келер досқа зар боларсың. Әр күні бір ауыз әзіл айта жүр, өміріңді ұзартасың. Бар болса бересің, жоқ болса көнесің. Бақ кімге қонса, сол сыйлы болып шыға келеді. Бақыт қонса басыңа, көңілге кірмес жасуда. Біреулер байлығына, дәрежесіне, ақылына, тірегіне, еңбегіне, арына, құлығына сүйеніп, өмірдің бірін-бірі ұқсамайтын қызығын да, қайғысын да бастан өткізіп жатады. Әйтеуір жанталасып жүгірген халық. Қайда, неге сонша жүгірісте десең, бәрі де тіршілікті қуып жүреді екен. Тағдырға қарсы тұрма, оны жеңетін күш әлі табиғатта жоқ. Аузы майланғанның тілі байланады. Бақыттың үлкені қайғының кішкентайы болмайды. Біреу күліп, біреу жылап айтады. Біреу қуанып, біреу мұңайып жатады. Бұл өмірдің жазылмаған заңы. Әкеңе өкпелесең өкпеле, өмір сүрген қоғамыңа өкпелеме. Ол қоғамға бейімделмеген, өзіңе өзің өкпеле. Қандай қиындық болса да енжарлыққа ырық берме. Адам бейнет үшін тумайды, дәулет пен бақ үшін туады. Сондықтан оны адам дейміз. Өмірге жылап келіп, жұбанып кетесің. Армансыз келіп, армандап кетесің. Қиындықта бір қолың тіреу, бір қолың сүйеу болсын. Ал жүрегің сабырлылыққа толсын. Адам өмірі теңіз. Онда бірі қалқып, бірі жүзіп, бірі батып кетеді. Тіршілікке мәз болып келеміз. Күн санап, күн тізбек көреміз. Қиындықтың ар жағында іздегенің жатыр, бетіңнен қайтпа. Тіршіліктің әр күні ләззат, шаттық, оны сезіне білу керек. Оның әр күнін бақыт деп сана. Тағдыр адаммен санаспайды, онымен өзіміз санасуымыз керек. Бұлақ қанша лайланса да, тұнықтығын жоғалтпайды. Шыдамды адам қанша қиыншылық көрсе де, сабырлылығын жоғалтпайды. Елін ойламағанның ерлігі зая, ертеңін ойламағанның тірлігі зая. Мәңгілік емес тағдырың, сондықтан дүние садаға. Алланың берген әр күнін байлықтан артық бағала.